Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ дайындаймыз, яғни ет асу. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Сонымен қатар каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді де ұмытпаңыздар. Ал енді тамағымызды жасауға кірісейік. Мен бұл рецептте жылқының етін пайдаланамын. Ең алдымен қазанға етімізді салып, үстіне салқын су құйып аламыз. Кейін орташа отқа қойып, қайнағанын күтеміз. Сорпамыз қайнай бастағанда бетіндегі көбігін сүзіп алып тастаймыз. Және астындағы отын баяулатып қоямыз. Сорпамыздың дәмін көріп, мөлшерлеп тұз саламыз. Қақпағын жауып, баяу отта 2 сағат пісіреміз. Енді етіміздің пісуіне жарты сағаттай уақыт қалғанда қамырымызды илеуге кірісеміз. Ол үшін бізге жылы су, 1 жұмыртқа және тұз керек. Тұзды жылы суға салып, араластырып, жұмыртқа қосылған ұнды илей бастаймыз. Қамырымыздың бетін ыдыспен жауып қоямыз. Немесе пищевой пленкамен орап, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ие қанғанша тұру қажет. Осы уақытта тұздығын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге үлкендеу бір пияз қажет болады. Туралған пиязды ыдысқа салып, үстіне сорпа құйып, бір қайнатып аламыз. Пісіп тұрған етімізді сорпадан шығарып аламыз. Содан кейін дайын болған қамырымызды күлшелерге бөліп, өзімізге ыңғайлы етіп алып, жая бастаймыз. Қамырымызды дөңгелек етіп және де жұқа етіп жаюға тырысамыз. Енді осы жайылған қамырымызды кішірек етіп бөлшектерге бөліп аламыз. Еттің сорпасына қамырымызды салып, пісіріп аламыз. Қамырымызды 5 минут шамасында пісіреміз. Піскен қамырымызды сүзіп, табағымызға саламыз. Қамырымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін тұздықтың сорпасынан кішкене құйып шығамыз. Үстіне туралған етімізді және қазыларымызды салып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызбен үстіне сәбізден және картоптан қосуға болады. Сәбіз бен картопты етіміз пісуге жарты сағаттай уақыт қалғанда сорпаға салып пісіріп аламыз. Ең соңынан бетіне тұздығымызды құямыз. Біздің етіміз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі жолы шығатын рецептерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады.